Бүгінгі таңда Ұлан ауданы балалар жасөспірімдер спорт мектебінде жыл қорытындылап, жылдың үздік спортшылары мен үздік спортшыларын марапаттау рәсімі өтті. Ондағы мақсат мектеп дәстүрін жалғастыру, үздіктерді ынталандыру, өскелең ұрпаққа тәрбие тәлім беру болып табылады. Бүгін 2020-2021 оқу жылы бойынша 10 үздік спортшы анықталып, олар марапатталды. 10 үздік спортшымыз Қазақстан Республикасының чемпионаттарының жеңімпаздары мен жүлдегерлері болып табылады. Олар шайбалы хоккей, керлинг, футбол, волейбол және бокс спорт түрлерінен. Сонымен қатар спорт мектебінің түлектеріне қосымша білім берудегі куәліктері тапсырылды. Және де спорттық атақтарды орындаған, спорттық нәтижелерге қол жеткізе білген 14 спортшыға спорт шеберлігіне үміткер атақтарының куәліктері тапсырылды. Мен Қырықбаева Амина, бұл Советова Назерке. Біз Ұлан ауданының спорт мектебінің шәкірттеріміз. Бірақ қазіргі таңда біз спортта дарынды балаларға арналған мектепте жаттығамыз. Біздің дәрежеміз өзіміздің жылғы 2006-2007 спортта жарыста Петропавловскта бірінші орын алдық. Біз осы мамыр айында жарысқа бардық Петропавловскқа, содан бірінші орын алып келдік. Бізге осындай берді. Біз КМС атағына ие болдық. Қазіргі таңда спорт мектебінде жаттығамыз 6-4 командасында. Мен Ұлан ауданына басқармасына өзімнің жаттықтырушыларыма өте алғыс білдіремін. Атап айтқанда өзім бірінші тренеріма Көшкенбаев Аян Советовичқа және Такенов Әлдет Меделхановичқа.